Гипноз, гипнотерапия туралы түсінік. Бұл жаңадан дамып келе жатырған ғылым. Мысалға, бұрын адамдарды шөппен емдейтін болған, ал қазір біреудің жүрегін біреуге, біреудің бүйрегін біреуге салып беріп жатыр. Сол сияқты тән жарас жазылса да, жан жарас жазылмайды дейді. Адамдар бір күйзеліске түсіп кетуі мүмкін, панический атакада жүруі мүмкін, ұйықтай алмай жүруі мүмкін. Неше түрлі адамдардың өмірінде бір жағдайлар болып жатады. Сол кезде біздің көмегімізге жүгінеді. Мысалға, сіз қазір нешедесіз? Сіздің қазіргі өміріңізге дейін қандай неше түрлі оқиғалар болуы мүмкін? Көбіне бала кезде болып жатады. Мысалға, бала кезде қараңғыдан қорқуы мүмкін, әке шешесі ажырасып кетті, немесе көбіне сөйлеме, аузыңды жап деуі мүмкін. Сол кезде мысалға көпшіліктің алдына шығып сөйлей алмайтын болып қалып жатады. Үлкейген кезде де болуы мүмкін. Мысалға, ең жақын деген адамдарынан айырылып қалуы мүмкін, баласынан айырылып қалуы мүмкін. Сол кезде неге мен осыны жасамадым, неге былай жасамадым деп адамдар күйзелісте жүреді. Сананы өшіріп, гипнотерапия кезде, сананы өшіріп бейсанаға өткен кезде, сол оқиғаларға қайтадан барып, қайтадан өтіп, жаңа көзқараспен қараған кезде, жаңаша адам болып, осы өмірге жеңілдеп, керемет өмірді жаңаша бастайтын боламыз.